Жетісу жерінде 2017 жылы табылған арқарлы петроглифтерін құжаттандыру жұмыстары басталды. Оны Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары мен Алматы облыстық әкімдігі бірлесіп жүргізіп жатыр. 3000 жылдық тарихы бар ескерткіштерді паспорттау шарасы қыркүйек айына дейін жалғасады. Ардақ Айбарұлы әңгімелейді. Арқарлы петроглифтеріне жойылып кету қаупі төніп тұрғандығы жайлы мәселе әлі күнге дейін қоғамда қызу талқыланып келеді. Өйткені тау бөктерінде тақтатас пен қиыршық тас өндірумен айналысатын бірнеше кәсіпорын орналасқан. Қоғам белсенділері мен жергілікті билік өкілдері араласқан соң археологиялық кешен анықталған аумақта 5 жыл бұрын тас өндіру жұмыстары тоқтатылды. Арқарлы петроглифтері ұзындығы 20, ені 6 шақырым аумақты алып жатыр. Мұндағы 10 нүктеде жалпы саны 1500-2000-ға жуық петроглиф табылған. Қазіргі таңда бұл ескерткіштерге жойылып кету қаупі төніп тұрған жоқ дейді Кербұлақ аудандық әкімдігіндегілер. Арқарлы петроглифтерін анықтап барлау және оны құжаттандыру жұмыстарымен Әлкей Марғұлан атындағы археология институтының ғалымдары айналысуда. Институт ұжымымен Алматы облыстық әкімдігі сәуір айында сондай келісімге келді. Әлеуметтік желіде осы арқарлы петроглифтерін көрмеген, аяқ баспаған адамдар ойбай қиратып жатыр, бұзып жатыр, тасқа айландырып жатыр деп әлеуметтік желіде жазып отыр ғой. Мамыр айынан бастап біз анықтау барлау жұмыстарын бастадық. Бүгінге осы арқарлы петроглифтердің 70% жұмыстары анықталып, барланып жатыр. Управление культуры защитило его перед местным мәслихатом. Мәдениет басқармасы жергілікті мәслихаттың алдында бұл жобаны сәтті қорғап шықты. Енді қаржысы бөлінсе, кең ауқымды зерттеу жұмыстарын жүргізіп, археологиялық кешен туралы ғылыми қорытынды жасалады. Ол тарихи мұралардың тиісті деңгейде қорғалуына жол ашады. Мамандар 2017 жылдан бері бұл жерде бірде-бір петроглифтің бұзылмағанын айтып отыр. Қыркүйек айында құжаттандыру жұмыстары аяқталған соң археологиялық кешен аумағы қоршалып толығымен мемлекет қорғауын өтеді. Әзірге арқарлы петроглифтерінің 10 жерде шоғырланған анықталды. Bir шоқыдан шамамен 300-350 суреттен табылып жатқан жайы бар. Әрбір петроглифтің паспорты мен картасы жасалғаннан кейін бұл жерді ашық аспан астындағы мұражайға айналдыру жұмыстары қолға алынады. Ардақ Айбарұлы, Олжас Байбосынов, қорытынды жаңалықтар, Алматы облысынан.